Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта біз ғарыштық суреттер арқылы NDVI формуласын есептеуді үйренетін боламыз. Ең біріншіден NDVI деп отқанымыз не екеніне тоқталып өтсек, NDVI деп отқанымыз ағылшынша аударғанда Normalized Difference Vegetation Index деп аударылады, яғни өсімдік жамылғысының жағдайын бағалау үшін қолданылатын индекс. Бұл жерде біз Landsat спутнигін қолданғандықтан, 8-9 Landsat спутнигін қолданғандықтан біз осындай формула арқылы шығарады екенбіз. Яғни NIR деп отқанымыз бұл жақын инфрақызыл сәулелер, ал red деп отқанымыз бұл қызыл диапазондағы сәулелер, яғни band 5 пен band 4-ті шақырады екенбіз. Енді сол бойынша Landsatқа арнайы осындай формула бар. Band 5 пен азайтылған band 4 екеуінің қосындысына бөледі екенбіз. Осы жерде бізде NDVI-дің мәні -1 мен +1 сандарының аралығында болады. Яғни +1-ге жақындаған сайын өсімдіктің жағдайы жақсы дегенді білдіреді, ал -1-ге жақындаған сайын өсімдіктің жағдайы нашар, немесе ол жерде өсімдік жоқ дегенді білдіреді. Енді біз ArcGIS бағдарламасына барайық. Осында біз өзіміздің суреттерімізді шақырып алуымыз керек болады. Ең біріншіден өзіміздің бастапқы папкамызға барамыз, яғни ең алғашқы суретті скачать еткен папкамызға барамыз. Осылай band 5 пен band 4-ті шақырып аламыз. Енді келесі орындалатын әрекет бізде ArcToolbox қосымшасы арқылы біз Special Analyze деген батырманы басамыз. Сол арқылы Algebra Card қосымшасына өтеміз. Осының ішінде бізде Calculator Raster деген функция ашылады. Енді осы жерге формула арқылы формула қараймыз. Band 5 азайтылған band 4 екеуінің қосындысына бөледі екенбіз. Енді осы жерден ең алдымен біз floatты басамыз. Және band 5 азайтылған band 4 және жақшаның сыртына өтіп екеуінің бөліндісі қайтадан float band 5 қосылған band 4. Енді екеуінің қайда сақталатынын көрсетемін. Яғни менде ол NDVI папкасы болсын. Енді осы жерге мен ағылшынша сақтаймын. Сохранить етемін. Және окейді басамын. Процесті сәл күтеміз. Әр компьютерде, әр ноутбукте әртүрлі уақытта дайын болады. Дайын болған солаймыз, үстіңгі қабатқа шығады. Міне, бізде калькулятор растыры орындалды. Мына жерде значениесіне қарасаңдар, высокий 51.000 деп тұр. Мына жерде жаңағы мен айтқан -1 мен +1-дің аралығында диапазонда болып тұр. Енді мына екі сурет маған қажет болмайды. Екеуін өшіре салайын. Енді маған өзіме керек жерді бөліп алуым керек. Сендер алдында мынандай не жасаған болатынсыздар. Сендер осындай шекара пайда болған. Осындай 4 бұрышты шекара арқылы сендер қиып аласыңдар. Мен бұл шекара емес, мен өзім Алматы қаласының шекарасын қиып алғым келіп тұр. Сондықтан өзімнің Алматы қаласының шекарасын шақырып аламын. Және оның заливкасын алып тастаймын да көріну үшін жақсы түске қоямын. Міне, енді үлкен картадан мен мына картаны бөліп алуым керек, қиып алуым керек. Ол үшін мен управление данными, растер, обработка растера, вырезать деп басамын. Осы жерден үлкен карта бізде NDVI, одан қиып алатын бізде Алматының шекарасы экспорт деп аталады. Келесіде галочка қоямыз, себебі бізде аумағымыз геометриялық пішінді, сондықтан оны қиып аламыз. Одан кейін қайда сақтайтынымызды көрсетеміз. Менде NDVI папкасы, мен осында NDVI Алматы деп сақтаймын. Сохранить деймін. Және де назначение no data деген жерге жерде беремін. Жерде вырезание функциясы орындалып жатыр. Орындалды. Енді астындағы NDVI-ді алып тастаймын. Сол кезде маған тек өзіме қажетті аумақ қана шығады.
Енді келесі орындалатын әрекет бізде оны түсін беруіміз керек, символ. Ол үшін свойствоға барамын. Және символға барып, осы жерде растяжка деген жерге барып, цветовая схема дегенге басып, мен NDVI-дің түсін беремін. Бізде NDVI-дің түсі қызылдан жасылға дейін болады. Мына жерде қателесіп кетпейміз. Жасылдан қызылға дейін деген бар. Бізде жоғары жүрсе қызылдан жасылға дейін болады. Яғни төменгі қызыл түстер бізде минус, иә, минус таңбасына сай келеді, ал жоғарғы жаңағыдегі сандар бізде жасыл түске келеді. Енді осы жерден применитті басамын, окейді басамын. Мына жерде бізде NDVI-дің сұлбасы шықты. Енді келесі кезекте біз орындаймыз. Келесі кезекте біз компоновкаға барамыз. Компоновкаға өтіп, картамызды безендіретін боламыз. Ең бірінші бізге картаның легендасы керек. Легендаға барамыз, ставкаға барып, маған NDVI мен осы Алматының шекарасы керек. Екеуін басамын. Шарт белгіле деп жазамын. Осылай алып келемін. Енді мен шарт белгіні қоймас бұрын конвертацияға ұшыратып, оны разгруппировать етемін. Себебі менде Алматы қаласының шекарасының атауы экспорт деп тұр, соны өзгерту керек. Алматы қаласының шекарасы. Және мынаны NDVI Алматы деп қоямын. NDVI Алматы. Және барлығын қайтадан біріктіремін. Енді келесі кезекте біз картаның солтүстік белгісін шығарамыз. Өздеріңе ұнаған кез келген таңдаңдар. Келесі кезекте картаның масштабты линейкасы. Свойствосына барып, километрс деген жерде біз километр деп қысқартамыз. Окей батырмасын басып, картаны алып келеміз. Келесі бізде картаның текст масштабысын қойып, абсолютный шкаланы таңдаймын. Окейді басамын. Осы жерден оны графикаға айландырып, деп қоямын. Бұның изменить символ арқылы масштабтың размерін үлкейтуге болады. Енді келесі кезекте біз картаның атауын берейік. Текст деп арқылы Алматы қаласының Алматы қаласының NDVI көрсеткіштерін. Енді маған сәл размерін ұлғайту керек, үлкейту керек. Үлкейттім. Енді бізде картаның сеткасы жетіспейді, координатный сетка. Ол үшін свойствосына барып, новая сетка деп таңдаймын. Осында өзін предлагать етіп тұрған 10 градусын басып көрейін. Осылай қала берсін. Енді свойствосына өту арқылы мен размерін үлкейткім келіп тұр. Интервал арқылы және де бізде рамкадан шығып кетіп жатыр, иә.
жазулар. Сол үшін вертикальный подпистен осылай басу арқылы мен оларды вертикалды форматқа келтіреді екен. Енді картада бізде артына фон шығарсақ болады. Ол үшін біріншіден бізде аргиз интернетке қосылуы керек. Проверить подключение сейчас деп интернетке қосып аламыз. Одан кейін добавить базовую карту дейміз. Базовый карту дейміз. Осы жерден өздеріңе ұнағанды таңдайсыңдар. Мен мысалға изображение деген таңдайын. Сәл қатуы мүмкін, себебі интернетке байланысты болады. Компьютердің характеристикасына байланысты болады. Енді қараймыз, мына жерде менде карта көрінбей қалды. Картаның шарт белгілері көрінбей қалды. Ол үшін мен настройка бөліміне барып, панель инструментов арқылы мен рисование деген пунктті қосып аламын. Міне. Қосып алу арқылы мен картаны былай басамын. Енді осыдан мен свойствосына барып, фонын аққа қоямын. Енді артқы фондағы шартты белгіні передний планға шығарамын. Шартты белгіні бәрін передний планға шығаратын боламын. Осылай передний планға шығарамын. Мына сөздің алдында бізде масштаб деген сөз жетіспей қалыпты. Масштаб жазылды. Енді Алматы қаласы дегенге де атауына солай берсек болады. Свойствосына барамыз. Фон береміз. Артындағы Алматы қаласы деген сөзді бергі передний планға шығарып аламыз. Осылай картамызда жасасақ болады. Енді картаны бізде сақтау керек. Картамызды сақтауымыз керек. Ол үшін файлға барып, экспорт карты жасаймыз. Осы жерден өздерінің папкаларын тақтаймыз. И біз картаның атауын жазайық. NDVI Алматы дейін. Және де, егерде біз PDF-мен салатын болсақ, осы 700 dpi-де тұра берсін. Егерде JPEG немесе PNG форматында сақтайтын болсақ, 1000 неге қояйық, dpi-ға қояйық. Енді мен PDF түрінде сақтап көрейін. Мына жерде сақталған неміз шықты, экспорт совершен деп шықты. Енді өзіміздің папкамызға барамыз. Осында міне NDVI Алматы деп тұр. Суретке кіремін. Полный экранға қоямын. Мына картамыз дайын. Мына жердегі градус торлар барлығы орнында. Барлығы дайын тұр.